Енді бүгінгі әңгіме мынау Нәжмедин енді халықтың, елдің азаматы. Бұл өзі өнер үшін жаралған азамат сияқты мен үшін. Тұлғасы да, ішкі ойы да, қойған спектакльдерінен сол Жол Мырза Аймырзаевтың Бердақ спектаклін көрдім, Бердақтың рөлінде. Біздің бұл шығыс актерларының ішіндегі осы Нәжмедин сияқты, Қуатбай сияқты менің достарым үлкен Шекспирдің масштабындағы актерлер деп түсінемін. Сондықтан әр уақытта біздің қарым-қатынасымыз достық, туыстық, елдік. Қарақалпақ елі менің екінші отаным сияқты. Осы елге барып, халықпенен пікірлесіп тұратын жағдайлар жиі кездескен. Кейінгі кезде ғана кішкене үзіліңкіреп қалды. Ал енді халық алдындағы еңбегі адал Нәжмединнің. Өзім жақсы көрем, інім сияқты. Бір жағынан екеуміз баржамыз, о жағда, туыстық жағда керек кейде. Сондықтан Нәжмединнің алдағы бұрынғы өткен өмірі, келешегі менен мүшел жас кіші, бұның әлі творчестволық өмірі алда.